Петропавлда кикбоксингтен республикалық чемпионаттың ақтық сайысы өтті. 150 спортшы қатысқан бұл бәйгеде 22 мықты іріктеліп, форсаж ойын-сауық кешенінде ұйымдастырылған финалға қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Рингте Нұркен Төлегенов, Шырайлы Шымкент қаласынан ат терлетіп келген спортшы жеңімпаз атағына ие болу мақсатында алдына жан салмайды. Оның қарсыласы Қарағандының мықтысы Данияр Орал 51 килограмм санаты бойынша К1 бөлімінде тартысқа түсті. Біздің салада ең бастысы қарсыласты сезіну, дейді спортшы. Я уже третий раз вышел с своим пацаном. Бұл қарсыласыммен тартысты бәсекеге үшінші рет шығып отырмын. Қазақстан чемпионатында және еліміздің кубогында да жеңіске жеткен болатынмын. Сондықтан бүгінде маған қиын болмайды деген үміттемін. Ең қызықты әрі тартысты бәсеке ерлер арасында қыздардың жалғыз жұбы Петропавлдық Жадыра Ахмадиева және Павлодардың намысын қорғаған Юлия Иванованың жекпе-жегі болды. Қызылбұрыштағы кикбоксер Юлия Иванова үшінші раундта керемет соққы көрсетіп, 2-1 есебімен жеңіске жетті. Мен өз қарсыласыммен чемпионатта кездескен болатынмын, бірақ ол кезде жеңіске жете алмадым. Осы чемпионат қарсаңында дайындығыма барымды салдым, өйткені қарсыласым Жадыра болатынын білдім. Мен үшін бұл реванш болатын. Финалдағы орын үшін 150 кикбоксер тартысқа түсті. Оның ішінен 11 жұп таңдап алынды. Мықтылардың кубогы атты чемпионат кикбоксинг нашақорлыққа және кәмелетке толмағандардың қылмысына қарсы акциясы аясында өткізілді. Спортшыларымызды қолдауға Петля кинофильмінің жұлдыздары Исатай Ибрагимов және Талғат Теміржанов келді. Здесь участвуют высококлассные спортсмены. Мұнда жоғары санатты спортшылар, Қазақстан Республикасының жүлдегерлері, Азия чемпиондары және әлем чемпиондары өнер көрсетеді. Бұл әлем чемпионатының алдындағы соңғы сайыс. Турнирдің қорытындысы бойынша 17 жеңімпаз анықталды. Олардың барлығы енді кезекте Семей қаласында бас қосады. Сербия мен Ирландияда болатын әлем чемпионатында еліміздің намысын қорғайтын спортшылар тізімі де сонда анықталады. Жасұланбектен Жанара Дулатова, Дмитрий Ройс, ақпарат.